махрың қанша, көлік сұрайым, үй сұрайым дейтін бір заманға келіп жатырмыз ғой. Махрды былай айтқанда дүние табу бір көзі деп ойлайтын жандарға мен сіздерге айтарым, құрметті қарындастарым, сіздер бүгінгі басына бақ қонған сахабаның өмір баянын тыңдағаннан кейін ойлаймын махрға ешқандай дүние көзіменен қарамайсыздар деп. Себебі махр аздарды Аллах Тағаланың елшісі сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүйіншілеңдер дейді. Яғни жәннатпен. Басына бақ қонған сахаба Умму Сулайм деген атты сахаба. Умму Сулайм аты Румиса. Милханның қызы Румиса атты әйелдің оқиғасы. Бұл Румиса атты әйел сізге бейтаныс болуы мүмкін аты. Немесе оның лақабаты Умму Сулайм. Умму Сулаймды да танымауымыз мүмкін. Бірақ Анас деген сахабаны көпшілік танымауы мүмкін емес. Анас деген сахаба сүйікті пайғамбарымыздың жанында 10 жыл қызметінде болған, балалық шағында сол сүйікті пайғамбарымыздың жанында өткізген сахаба. Соның анасы, құрметті әйел. Күйеуі қайтыс болғаннан кейін Абу Талха атты сахаба жесір әйел болғандықтан өзіне әйелдікке алғысы келеді. Күйеуі қайтыс болғаннан кейін, біршама уақыт өткеннен кейін, Абу Талха деген кісі оны сұрап барады. Абу Талханың аты Зайд ибн Сахал деген кісі. Бұл Наджар деген ұрудан. Бұл Абу Талха мәдиналық. Умму Сулаймда Анас радиаллаху анхуның анасы да Мәдинада тұрады. Күйеуі қайтыс болды деген хабарды естігеннен кейін бұл әйелді өзіне әйелдікке сұрамақ болып үйінің алдына келеді. Үйінің алдына келе жатқанда бір кезде есіне түседі. Бұл әйел Умму Сулайм Мус'аб ибн Умайр деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жіберген қари сахабадан сабақ алып жүрген, иман келтірген екендігі есіне түседі. Сөйтеді, ойланып қалады. Сұрауға барайын бекен, бармайын бекен деп. Себебі өзі иман келтірмеген, әлі мүшрик. Аллаға серік қосушы. Өзінің жасап алған ағаштан құдайы бар, соған құлшылық етіп жүрген адам еді. Сөйтіп, өзін жарты жолда қамшылап, қой оның күйеуі де бұрынғы ата-бабалардың жолынан қайтқан жоқ. Солай өмір сүрді ғой. Мені де солай қабылдар деп қамшылап үйінің алдына келеді. Әрине, Умму Сулаймның бойында кереметті артық сипаттар да болған екен. Дана, парасатты әйел болған екен. Көпшілік сырттай қызығып жүретін, бірақ дәті бармайтын. Абу Талха өзін қамшылап үйінің алдына келді. Сөйтіп, рұқсат сұраған екен, үйге кірсем бола ма деп. Сонда Анас радиаллаху анху үйде екен. Анасы рұқсат береді. Келіңіз, қандай қызмет? Сөйтіп, ол өзінің ішкі дүниесін айтып береді. Сіздің сырттай парасаттылығыңызға, даналығыңызға қызығып жүргендердің бірімін. Мен сізбен бірге тұрғым келеді. Сізді әйелдікке қабылдап алғым келеді. Разысыз ба деп. Сонда Умму Сулайм деген әйел Абу Талхаға қарап, Абу Талха, білесің, атағың жер жыртып, бүкіл Мәдина елі халқы сені таниды. Байлығың бар, күш-қуатың бар. Екінің бірі армандайтын жігітсің. Дегенмен бірақ өкінішке орай мен саған тұрмысқа шыға алмаймын дейді. Абу Талха таң қалады. Неге? Сен өзің сондай сипатта екенімді біліп тұрсаң, неменеге шықпайсың? Десе, әлгі Умму Сулайм айтқан екен. Себебі мен мұсылманмын.
ал сен болсаң әлі иманға келмеген кәпірсің деген. Сонда әлгі Абу Талха ойланып қалып, бір кезде барып былай деген екен: ей Умму Сулайм, шыныңды айтшы, сенің көздеп тұрғаның қызыл сары түсті сыйлықтар емес пе? Яғни алтын күміс күтіп тұрған жоқсың ба? Деп сұрап отыр дейді. Сонда Умму Сулайм айтқан екен: ой, дүниең өзіңе құтты болсын, дүниеңде көзім жоқ. Шын айтқаным, сен мұсылман болмағандықтан мен шықпаймын деп. Сонда маған тек қана сол себептен шықпайсың ба десе, иә, сол себептен дейді. Тіпті сөзімнің шындық екеніне дәлел болу үшін сен исламға келсең, яғни мұсылман болсаң, сенің мұсылман болуың менің махрым бола қойсын деген екен. Яғни некедегі сыйлығым сенің мұсылмандылықты қабылдауың бола қойсын деген екен. Абу Талха таң қалған екен. Қалай бұл соншалықты менің мұсылман болуыма өзін, алдағы өмірін, барлығын бір ештеңені көздемей тек мұсылман болуымды қалап тұр, бұл қандай дүние деп таң қалған екен. Содан мен не істеуім керек деп сұраған екен. Кім үйретеді маған деп. Өзім үйретем деп Умму Сулайм сол жерде калимасын айтқызған екен. Сен былай деп айт: ашхаду ан ла илаха иллаллах, куәлік етемін Алладан басқа құдай жоқ. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу, және куәлік етемін Мұхаммед пайғамбар Аллах Тағаланың құлы әрі елшісі деп. Міне осылайша мұсылман боласың. Ла илаха иллаллах Мухаммаdur расулуллах, Алладан басқа құдай жоқ, Мұхаммед пайғамбар Аллах Тағаланың елшісі деп айтқызған екен. Сонда Абу Талха жүрегінде бір ой, бір арман туындаған екен. Осылар көрмей иманға келіп жатқан, ақтап, жақтап жатқан, сонша жолында жанын пида қылып жатқан Мұхаммед деген кісі бұл қандай кісі деп. Мәдинада тұрып, Меккедегі жатқан сүйікті пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассаламды көруге асық болып, жүрегінен армандайды. Абу Талханың күмәнда қалмас үшін Умму Сулайм мынандай бір мысалды келтірген екен. Ей Абу Талха, сенде өзің жасап алған құдайың бар ма деген екен. Иә, бар, ағаштан, қымбат ағаштан жасап алған құдай бар. Енді ойлан деген екен. Сол ағашты біреулер отын қылады, нанын асады, тамағын асады. Сол ағашты біреулер сындырып атады. Сен соны құдай дейтін болсаң, өзін қорғай алмай отқан бір нәрсеге сен қалай құл боласың? Ойланып қарашы деген екен. Мен сені жалғыз жаратушы Аллаға ғана шақырам деп. Содан кейін жүрегінде ешқандай күмән, ештеңе болмаған Абу Талха калимасында берік болып, сүйікті пайғамбарымыздың дидарына асық болған екен. Сүйікті пайғамбарымызға Абу Талха барады бір күні. Сүйікті пайғамбарымызға Абу Талха Уқба деген 70 адамнан құралған бір кездесуге қарай 70-тің бірі болып шығып, сүйікті пайғамбарымызбен Меккеде кездескен екен. Содан кейін сүйікті пайғамбарымыздың мүбәрәк жүзіне ғашық болдым дейді. Тек сонымен кездессем екен деп армандап жүретін едім дейді. Мәдинаға оралғаннан кейін тек Меккеге қарай жүрегім тарта беретін дейді. Сол сүйікті пайғамбарымызбен кездессем екен деп жүре беретін болдым дейді. Сүйікті пайғамбарымызбен Меккеге барып тағы кездесіп, содан сол Мәдинаға келгенде де бүкіл жорықтарда да жанынан бір сәт айырылмайтын сахабаға айналған екен. Кімнің себебімен? Умму Сулайм деген әйелдің себебімен. Міне осылайша қараңызшы,
Сіз бен біз қазір дүние көзімен қарап жатқан мақырды қандай дүниеге айналдырып жіберді, көрдіңіз бе? Құрметті қарындасым, міне, бір адамды иманға келуіне себепші болған Умму Сулайм деген әйелдің істегені хайырырақ па? Артынан сонша жақсылықтар жасаған Абу Талханың иманға келуіне себепші болғандығы жақсырақ па? Сіз бен біздің қазіргі сары қызыл дүниеге қызығып, өте құнды нәрселерді таңдаумен бақытқа жетеміз деп ойлап жүргеніміз жақсырақ па? Әрине, әрине. Шын мәнінде имандылық, ізгілік жақсырақ. Себебі міне 1400 жылдан астам жыл өтсе де, олардың оқиғасы міне кітап болып баяндалуда.